Кеш жарық, құрметті 5-ші сынып тыңдаушылары. Мына жерде бізде бөлшек сандардың бөлінісі тақырыбында аралас тапсырмалары. Яғни бірінші мысал есептер. Мына есепті қалай шығарамыз? Бірінші амал бізде бөлу болады, екінші амал қосындыны орындаймыз. Бірақ қосындыны орындамасақ та, мынаны қосу 4-тен 1 деп жазамыз. Бөліндіні қалай орындаймыз? 2-ден 1. Бөлуді көбейтуге алмастырамыз. Бөліп тұрған бөлшекті мынаны кері бөлшекке төңкеріп жазамыз, кері бөлшегін жазамыз. Қосу 4-тен 1-ін жанына жазып қоямын. Мен мынаны қысқартамын. 2 қалады. Енді 2-ге 2 бүтін деп саналады, ол өйткені 2-ні 1-ге бөлсем, асты 1 болып тұр. Онда 2 шығады. Енді 2-ні қосам 4-тен 1-ге, ол бізде 2 бүтін 4-тен 1. Сонда бұл жауап менде 2 бүтін 4-тен 1 деген мына жауапты басам. Тестпад деген программамен жұмыс істеп отырмын. Бұл жерде міне дұрыс жауапты. Дұрыс болса, қазір әбден тест біткеннен кейін көрсетеді маған. Аяғына шейін жұмыс істеп көрсетемін. Так, енді келесі тапсырма тура осындай, тағы да бөлу. 4-тен 3 деген бірінші бөлшекті сол күйінде жазып қоям. Көбейтем. Екінші бөлшекті төңкеріп жазам. Алам 4-тен 1-ді. Қысқартам. 2 болады. Тең. 2-ден 3. Алу 4-тен 1. Бірақ мынаны қайтадан орынтақ бөлім берем. Өйткені мен бөлшектерді алып жатырмын. Сонда менде 4-тен екеуінде де, мына жерде 6 алу 1. Тең 4-тен 5. 4-тен 5. Мұндай жауап бар ма екен, қарайық. Мына жауап. Яғни ол 1 бүтін деген сөз ғой. 4-тен 5 деген алымы бұрыс бөлшекке айналып кетті. Олай болса, ол 1 бүтін 4-тен 1 болады. Келесі. Дәлені басып қоямыз. Мына екі сандарды салыстыр дейді. Жоқ, мынау 3 бүтін 4-тен 3 литр шығынды әрқайсысы 8-ден 1 литр стақанға құйды. Неше стақанға шырын құйды? Яғни не істейміз? 4-тен 3-ті бөлеміз 8-ден 1-ге. Тең 4-тен 3-ті көбейтем 1-ден 8-ге. Қысқартам 2. Олай болатын болса 6. 4-тен 3 деген яғни почти 1 литрға жетпей тұрған шырын ғой. Соны 8-ден 1 литр стақандарға құйды дейді. Құйып шыққанда 6 стақан қажет болды деген сөз. Мына жерге мен жауабын жазам. 6 деймін. Дәлені басам. Келесі маған салыстыру таңбасын қоюымыз керек. Қалай салыстырамыз? Яғни бөлімдері әртүрлі екен, ортақ бөлімге келтірейік. Мынау 4 болатын болса, мынаны 4-ке келтіруге болады. Олай болса, толықтауыш көбейткішін берем, 2. 2-ні 2-ге көбейтетін болсам, 4 шығады. Мына жерде 2. Мына 4-тен 3. Енді салыстырам. Бөлімдер бірдей болса, алымдарын қарайым, алымы қайсысы үлкен, сол бөлшек үлкен. Яғни қай таңбаны қоямыз? Мына таңбаны қоямыз. Дәлел. Осылайша тестпад программасымен жұмыс істеуге болады. Бұл ссылкамен беріледі. Егер осындай тапсырмаларды орындағыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп сұрасаңыздар болады. Комментарийдан мен сіздерге беріп отырамын.
Міне, удалиттаймыз. Мына жерге аттарыңызды жазып кетсеңіздер болады. Мысалға мен Жанар деп жазамын. Мгм. Жанар деп жазамын. Бұл осылай сақталады маған. 100% дұрыс орындадық. Рахмет. Кәусар, кіріп жатсың ба? Кеш келдің ғой.